Туберкулез өкпе мен сүйекті, буын мен өзге де органдарды зақымдайтын инфекциялық ауру. Көк таяқшасы туберкулез қоздырғышы болып келеді. Топырақ құрамында жарты жылға дейін өмір сүреді. Науқас түшкіріп жөтелген жағдайда бактериялар ауа арқылы таралады. БЦЖ екпесі, жыл сайынғы флюорография мен салауатты өмір салтын ұстану. Туберкулез ол ауа арқылы таратылатын жұқпалы ауру. Туберкулез сөйлегенде, жөтелгенде жұғады. Туберкулезбен ауыратын науқастан сау адамға берілетін дерт. Белгілері: 2 аптадан артық созылған жөтел, дене қызуының көтерілуі, тәбеттің нашарлауы, және де сонымен қатар кеуде тұсының ауруы, қосылған қақырықтың түсуі. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысып, тиімді және құнарлы тамақтанып, зиянды заттардан бас тартып, қоршаған орта және жеке бас тазалығын сақтап, гигиена құралдарын пайдаланып, сақтық шараларын сақтап, сақтау арқылы туберкулез ауруының алдын ала аламыз. Бұл аурудың қоздырғышысы көк таяқшасы. Ең алдымен өкпе, кеуде аудандарда зақымдайды. Жұқтыру көзі туберкулезбен шалдыққан адам деп табылады. Туберкулез емделеді тек дәрігердің қабылдауында болып, және де сонымен қатар денсаулыққа күтім жасаса. Туберкулезге қарсы күрес шараларын жүргізіп, өз денсаулығымызға қамқорлық жасайық. Туберкулез емделеді егер дер кезінде диагностикалау және емдеудің толық курсы аяқталғанға дейін. Туберкулез емделеді егер ауырған адам дәрігердің кеңесін орындаса. Денсаулық зор байлық демекші, денсаулығымыздың қадірін білейік. Туберкулез емделеді егер де денсаулыққа немқұрайлы қарамай, керісінше қамқорлық танытса. Қарапайым ережелерді ұстанып, өз денсаулығымызды, өз өміріміз бәрі өз қолымызда. Дені сау ұрпақ ел ертеңі туберкулезден сақтанайық. Туберкулездің алдын алайық, сақтанайық, аман болайық. Вақытылық тексеруді өтіп, денсаулығымыздың жағдайына бақылауда ұстайық.